Мен 19 жыл бойы Қазақстанның құрама командасын дәрігер болып жұмыс істеймін. Оның ішінде дзюдо командасымен биыл осы Азия ойындарына келдім. Спортшының тренер әкесі болса, дәрігер шешесі деп есептеймін. Өйткені әр спортшы Қазақстанның флагын көтерген сайын, біздің әнұран орындаған сайын менің жүрегімде үлкен қуаныш пайда болады. Жаттығу алдында спортсменді тейпирование жасадық, бұлшық еттерін босатып, жарысқа дайындадық. Кез келген спортшы жеңістікке жеткенде құр спортшының емес, медициналық қызметкердің де көп еңбегі бар. Өйткені спортшы травма алған жағдайдарда, жарақат алған жағдайда, ауырған жағдайда дәрігерлік көмек көрсетеміз. Мысалы, уқалаушы массаж жасайды. Мен жарақат алған, ауырып қалған спортсменге медициналық көмек көрсетемін. Тез қалпына келу үшін көмек көрсетеміз. Әрқайсы күресуге шыққанда біз жанкүйер болып, тақымымызды қысып, жанкүйер болып отырамыз. Біз де Қазақстан құрамасының мүшесіміз. Біз де спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Соңына дейін жанкүйер боламыз. Алға Қазақстан!